Сауда орындарындағы санитарлық нормалар мен өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуы қалай? Шыны керек шикілік барын білеміз. Осы бағытта қала әкімдігі жанынан құрылған арнайы мониторингтік топ сауда-саттық орындарын бір шолып шықты. Ахуалды өз көзімен көріп қайтқан тілшіміз Гүлсім Нұрланқызы айтып берсін. Сыбаға базарында адам ығы-жығы. Сауда-саттық жасап жүргендердің бірі бетперде тақса, екіншісі бәріне ортақ бұл талапты ескертуден кейін ғана есіне түсірді. Карантин деген аты болмаса, арақашықтық сақталып жатқан жоқ. Мына дүңгіршекте санитарлық нормалар мүлде орындалмаған. Не бетперде, не қолғабы жоқ сатушы азық-түлікті арнайы қаптамаға орамай ашық саудалауда. Арнайы мониторинг топ өкілдері бұл жолы тек ескерту берді. Өрескел қателік қайталанған жағдайда хаттама толтырылмақ. Перчатка жоқ, маскаңыз жоқ бетіңізде. Санитарлық нормаларды сақтай отырып жұмыс жасауға рұқсат етілген. Нан өнімдер беті жабық тұру керек. Марлымен жабу керек. Мына сауда үйінің алдында дезинфекциялық туннель жұмыс жасап тұр. Ал ғимарат ішіндегі сатушылар халыққа бір реттік қолғапсыз қызмет көрсетіп жатыр. Мониторинг топ өкілдері сатушыларға карантин талаптарын тағы бір мәрте еске салды. Ішті 2 сағат сайын залалсыздандыру ерітінділерін қолдана отырып, тазалап жуып алып тұрасыздар. Мына полкалардың бәрін сүртіп. Маскасыз посетитель кіргізбейсіздер сатып алушыларды. Есікке негізі жазып қойыңыздар. Маскасыз кіруге болмайды деп. Қазіргі таңда карантин талаптарының бірқатар талаптары орындалмаған анықталды. Кейбір жерлерде 2 метр арақашықтық сақталмаған, бетперде кимеген және бір рет қолданатын қолбақтар кимегендігі анықталды. Ауа алмасу талаптарын сақталуы тоже қадағаланып жүргізілді. Сауда орталығының ішінен ашылған мына сұлулық салоны да мониторинг топ тарапынан ескерту алды. Себебі салонда өрт қауіпсіздік талаптары нормаға сай емес, ал қызметкерлер қолғапсыз жұмыс істеуде. Осы кездің өзінде әлі қарсы шығып отыр, не отыр? Қарасаңыз, біреудің қолында перчатка жоқ. Ол санитарлық нормаларды сақтауға жатпайды. Тоқпен жұмыс жасап жатқаннан кейін кіреберіс жеріңізде огнетушитель тұру керек. Өрт сөндіргіш. Базар қызметкерлерінің талаптарының бұзылғаншылықтары анықталды. Бұл көбінесе тоққа келгенде өрт қауіпсіздік ережелері сақталмаған, техникалық минимум өтпеген қызметкерлер болды. Ішінде және де тоқтарды жаңағы ағашқа орнату бізде талапқа сай емес, сондықтан сондай өрескел кемшіліктер анықталып жатыр. Бұл кісілерге қазіргі таңда ескерту шарасы қаралып, ескерту берілді. Елімізде карантин тәртібі жеңілдетілді. Десек те бұл қауіпсіз деген сөз емес. Керісінше қазір санитарлық талаптарды қатаң сақтап, жақындарымызға жанашыр болатын шақ. Әсіресе халық көп шоғырланатын базар мен сауда үйлері тәртіпке тастай болса игі. Немқұрайлық ең жаман нәрсе. Гүлсім Нұрланқызы, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.